Ұлы Жібек жолының бойында, Мыңқазан ауылының тұсында өмірі өкінішпен өткен ана, майданға кеткен қос боздағының жолын тосып, әлі отыр. Майданға, ұлы отан соғысына аман аттандырған ұлдарымен не тірі, не өлі қауыша алмай, күте-күте тасқа айналған ана. Бұл ескерткіштің тарихында үлкен мұң жатыр. Қалияна қазаққа тұрмысқа шыққан қырғыз қызы. Меркі ауданы Қызылсай ауылында өмір сүрген. Ері өмірден ерте қайтқан. Қосқұлын жағы Қосшығұл, Жексенғұл есімді ұлдарын өсіріп, енді келін түсіріп, қызығын көрем бе дегенде соғыс басталып, екі ұлы бірдей отан қорғауға аттаныпты. Жалғыз қалған Қалияна ұлдарының игілігіне деп жиған 10-15 малын бағып, жол қараумен күн өткізген. Соғыс бітіп, жеңіс туы желбіреп, ең бастысы аман қалған азаматтар оралып, ел мәре-сәре қуанғанда Қалиянаның көңіліне көктем, шаңырағына шаттық орнамапты. Өзгенің қуанышын қайтсын, өзінің өзегін жарып шыққан балапандарынан хабар болмағасын. Сөйткен Қалияна сол қалпында алдында малы, аузында зары, өмірінің соңғы кезеңдеріне дейін бір аяғына пима, екінші аяғына галош киіп, Қызылсайды кезіп жүріпті де қойыпты. Кейде ауылдың шетіндегі төбеге шығып жол қарап отырады екен де, ал кейде балапандарымның келгенін білмей қалдым ба деген оймен ауылдар алап, ұлдарын ұзақ іздейді екен. Үміті үзілмеген қара кемпірдің Қызылсайдың әр тасында, әр сайында ізі, күбірлеген үні қалды. Бертінде өзге жұрт жеңістің пәлен жылдығы деп дүркіретіп тойлап жатқан бейбіт күндерде де Қалияна үшін сұрапыл жылдардың бұлты арылмапты. Ұлдарының соғыстан оралуын күтіп жүрген. Ауыл азаматтары асар жасап, саманнан 2 бөлмелі үй салып беріпті. Бір бөлмесінде ешкі қойы, екінші бөлмесінде өзі ұйықтайды екен. Иман жүзді ауыл адамдары таңертеңгі шайын, түскі, кешкі тамағын беріп тұрған. Жексенғұлым, Қосшығұлым келет, мынау солардың малы деп күбірлеп сөйлеп, өзімен өзі әуре болып, қос ұлына арнап жүн-жұрқаның арасына, киіздің астына ақша тыға берген көрінеді. Соғыс қайғысы дүйім елдің басына түссе де, емші уақыт аздап ұмыттырса керек. Қалиянаның қасіретін терең ұғынудан қалған жұрт, оны жынды кемпір дейтінде болыпты. Сөйткен Қалия жей, өзінің ескі тамында 80-ге қараған шағында аянышты халде өмірден өтіпті. Күн сайын қыр басына шығып, батысқа 40 жыл қарайлаған ананың тарихын Алтынбек Қоразбаев 1984 жазылуына, оның бала кезде Қалия жейдің жанында жүріп, тілдесіп, қасірет қайғысын кішкентай жүрегімен ұғына білгені себеп болса керек. Жүректен шықса жүрекке жетеді. Қара кемпір толғауының бар қазақты жылатқаны көпшіліктің есінде болар. Зарлы ән Қалиянаның бар қасіретін, сонымен бірге екінші дүниежүзілік соғыстан зардап шеккен барша аналардың, адамдардың қасіретін жүрегімізге әкеп құйғандай болады. Сол сияқты қара кемпір ескерткішін көргенде де соғыс дейтін тажалдың қандай алапат күш екенін, соғыстың салдарынан миллиондаған тағдырлардың осы Қалия жейдікі сияқты күл-талқан болғанын ұғыну соншалықты қиын, соншалықты ауыр. Енді ешқашан мұндай соғыс болмасын. 78 жыл өтсе де, Қалияна батысқа қарап, қос ұлын әлі күтуде. Шындығына келгенде соғыста жеңіс деген болмайды. Ол тек қайғы мен қасірет әкеледі. Бұл соғысқа қазақтың қатысы жоқ еді, бірақ қатыстырды. Енді ондай қасапханаға халқымыз аттанбасын. Өзгенің бұйрығымен, айдаумен кетпесін. 9 мамыр аспанға бөрік лақтырып қуанатын күн емес. 500 миллион қазақтың қан қасапта қырылып кеткенін еске алсақ, аза тұту күні сияқты. Екі тиран әлемді бөлісе алмай,
Қырғын бастап пышаққа қазақтар да ілініп кетті. Зұлымдығы жағынан бір-бірін басып озатын қос делқұлы Еуропаны қызыл қанға бояды. Миллиондар өлді, миллиондар зардап шекті. Айтшы енді, қайдағы жеңіс?